Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге пияз бен сарымсақтан жасалынатын өте дәмді шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бізге осындай бір пияз керек. Пиязымызды осылай ірілеп турап аламыз. Және бір сарымсағымызды, бір тіс сарымсағымызды осылай турап алып, майталап езіп аламыз. Ет тартқыштан да езіп алсаңыздар болады, егер осындай блендерлеріңіз жоқ болса. Майдалап езіп алдық. Таза ыдысымызға суымызды құйып, жаңағы шегіп алған пиязымыз бен сарымсағымызды саламыз. Үстінен құмшекерімізді, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Аз ғана қопсытқыш дрожжымызды саламыз. Ашытқымызды жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі араласып, тұзымыз, құмшекеріміз ерігенше үстінен ұнымызды саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Енді үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы араластырып илейміз. Толыққанды майы араласқан соң, бетін тегістеп, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып көтерілгенше. Қамырымыз ашыды. Енді сыпырамызға ұнымызды сеуіп, қамырымызды түсіреміз. Сегіз бөлікке бөлеміз. Табамызға майымызды құйып, отқа қойып қыздырып алып, үстінен қамырымызды саламыз, шелпегімізді. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналымдан дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Өте дәмді болып шығады, дәмі ерекше. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін.